Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай әдемі дәмді лағманды үй жағдайында жасаймыз. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға су, тұз, жұмыртқамызды жағып, ұн салып, жақсылап араластырып, қамыр жасап аламыз. Жасалған қамырымыздың бетін жауып, 20 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды алып, ұзынша етіп бірдей бөліктерге бөліп, сұйық майға домалатып, салып қоямыз. Қамырымыз тынғанша сорпасын дайындаймыз. Балғын болгар бұрышын және корейский капустаны осылай 4 бұрыш етіп тураймыз. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызға қарай турауларыңызға болады. Болгар бұрышының осындай түрлі түстісін қоссаңыз, тамағыңыз әдемі болып шығады. Капустаны 4 бұрыш етіп турап аламыз. Енді тындырып қойған лағман қамырын ұзынша етіп созып, қайта майлы ыдысымызға салып қоямыз. Лағман қамыры жіңішке болып созылғанша осылай әр 20 минут сайын созып майына батырып қоямыз. Етті жұқа етіп турап, үстіне жидке соя және азырақ су құйып, мариновать етіп қоямыз. Сонда етіміз жұп-жұмсақ, дәмді болып шығады. Ал етіміз мариновать етіп болғанша жуа картоп сәбізді тазалап алып, майдалап турап шығамыз және табада қуыра бастаймыз. Мен сәбіз картоптарды осылай майдалап турап алдым. Табаны қыздырып, май құямыз. Сұйық майымыз қызғанда пиязды салып, кішкене қызарғанша қуырамыз. Үстіне етті салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Енді үстіне болгар бұрышын салып, кішкене қуырамыз. Көп қуырмаңыздар, езіліп кетуі мүмкін. Сол үшін үстінен корейский капустаны салып, кішкене қуырып, картошка, сәбіз, томат салып, кішкене араластырып, су құямыз. Сорпамыз қайнағанша тұзын, приправаларын салып, қайнап дайын болғанша қамырын жасай береміз. Енді тындырып қойған қамырымызды осылай созып, ұрып шығамыз. Осылай созып алған соң, қайнаған тұзды суда пісіріп аламыз. Осындай әдемі жіңішке болып шығу үшін көбірек созуымыз керек болады. Арасында әр 20 минутта тындырып, міндетті түрде майда тынып тұру керек. Қамырымыз осылай әдемі болып пісіп шықты. Енді кесеге салып, сорпасын құйып, столға қоя береміз. Ас болсын. Сіздермен болған Қаламқас. Рецепт ұнаған болса, маған жазылуды ұмытпаңыздар.